Келесі 186 есебіміз 3 санына бөлініп, 5 санына бөлінбейтін 4 таңбалы санды жазыңыз дейді. Ол бізде 3237 сан алсақ болады. Яғни тізбектелген сандардың қосындысы 3-ке бөлінсе, ол санымыз 3-ке бөлінеді. Бірақ бұл 5 санына бөлінбейді екен. Яғни бірінші санымызды осылай алдық. Келесі екінші санымыз 5 санына бөлініп, 7 санына бөлінбейтін. Оны біз 5475 саны деп алсақ болады. Бұл бізде 5 санына бөлінеді де, 7 санына бөлінбейді екен. Келесі үшінші есебіміз 9 санына бөлініп, 10 санына бөлінбейтін 4 таңбалы сан жазайық. Ол бізде 2754 санын алсақ болады екен. Бұл бізде 9 санына бөлінеді де, 10 санына бөлінбейді. Келесі төртіншісі, яғни кез келген сандарды ала берсек болады оқушылар. Келесі 7 санына бөлініп, 9 санына бөлінбейтін 4 таңбалы санды жазыңыз дейді. Оны 3524 деп жатсақ болады. Бұл саны 7 санына бөлініп, 9 санына бөлінбейді екен. Келесі 187 есебіміз 3 пен 5 сандарына еселік болмайтын 79-дан үлкен, x-іміз үлкен 79-дан, бірақ 97-ден кіші. Барлық екі таңбалы санды жазыңыздар дейді. Яғни осы сандар аралығында жататын 3 пен 5-ке бөлінбейтін сандарды жазу керекпіз. Ол бізде 82-ні алайық, 83-ті алайық. Бұлар 3-ке де 5-ке де бөлінбейді. Және 86-ны алайық, және 88, 89, 91, 92 және 94 сандары болады екен. Келесі 188 есебіміз мүмкін болса 9 санына бөлінетін және жазылуында 5 цифры ғана болатын санды жазыңыз дейді. 5 цифрынан біз 9-ын жазайық. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни бұл сандардың, тізбектелген сандардың қосындысы бізде 45-ке тең болады. Ал 45 саны 9-ға бөлінеді. Сонда бұл санымыз 9-ға бөлінеді екен. Және 5-ке бөлінеді екен. Бұл бізде бірінші шарт бойынша. Екінші шарт бойынша 3 пен 5 сандарына бөлінетін, бірақ 10 санына бөлінбейтін 3 таңбалы санды жазыңыз дейді. Оған 5 пен 5-ке бөлінетін болса, соңғы цифр 5 пен аяқталу керек. Сонда 7, 3 деген санды қойсақ болады. Бұл сандардың қосындысы 15-ке тең, ол 5-ке де бөлінеді, 3-ке де бөлінеді екен. Келесі үшіншісі 2 мен 9 сандарына бөлінетін, бірақ 5 санына бөлінбейтін 3 таңбалы санды жазыңыз. 2 мен 9 сандарына бөлінетін. Бөліну үшін, 2-ке бөліну үшін соңғы цифр жұп сан болу керек. 4-ті алайық. 5, 9 деп түгелдесек, ол санымыз 9-ға бөлінеді екен. Келесі төртінші есебіміз 2, 3, 5, 9 сандарына бөлінбейтін 3 таңбалы санды жазыңыз дейді. Ол бізде 517 санын атсақ болады. Ол бізде 2-ке де бөлінбейді, 3-ке де бөлінбейді, 5-ке де бөлінбейді, және 9-ға да бөлінбейді екен.